Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Жамбыл облысының сәулеттік ескерткіштеріне шолуды ұсынады. Кали Юнус шығыс моншасы 19 ғасырда Әулиеата қаласының тұрғынымен құрылған монша. Салуда сәулет композициясының принциптері және орта ғасырдағы шығыс моншалар жылыту жүйелері қолданылған. Бұл көптеген туристердің қызығушылығын оятты. 20 ғасырдың 50 жылдарына дейін монша істе болды. Қазіргі уақытта ол қалпына қайта келтіріліп, сәулет ескерткішіне айналдырылды. Сонымен қатар монша туристік орынға да айналып үлгерді. Ақыртас Жамбыл облысының Тұрар Рысқұлов ауданында орналасқан сарай кешені. Ақыртас соңғы 130 жыл бойы зерттеліп келеді. Тараз қаласының шығысында 40 км жерде, Ақшолақ темір жол станциясынан 6 км оңтүстікте орналасқан. Қазіргі кезде онда археологиялық жұмыстар жүргізілуде. Ақыртас сарайлық комплексі Жамбыл облысының және Қазақстан территориясында қызықты және құпиялы орындардың бірі. Ғалымдардың көпшілігінің ойларынша Ақыртас 1714-1715 жылдары араб қолбасшысы Күтейбі бұйрығымен салынған. Сарай комплексінің іргетасының тереңдігі 4 метрді құрайды. Құрылыс материалдары тас және пішімі малға шөп салатын ақырға ұқсас болуына байланысты Ақыртас деп аталған. Ол алыстан көрініп тұруы үшін таудың үстіне 4 бұрышты жобамен салынған. Қазіргі кезде қабырғаларының сақталған сілемдері 160, 146 және 140 метр шамасында.